Армысыздар, ардақты ағайын, қымбатты көрермендер. Баршамыз асыға күткен көктем мен жаңару мерекесі Наурыз да келіп жетті. Ал Наурыз мейрамын ұлыстың ұлы күні жасалатын Наурыз көжесіз елестету мүмкін емес. Оны әр қазақ үйіне келген қонақтарға үлкен ықыласпен ұсынады. Наурыз көженің дәстүрлі, мерекелік, ұлттық тағылымы өте зор. Ендеше осы Наурыз көже қалай әзірленеді және оны дайындаудың ерекшеліктері қандай екен? Біз бүгін Наурыз көжені Сәрсенбаева Бибану Қалымқызы әжемізбен әзірлейтін боламыз. Қош келдіңіз. Рахмет. Қош көрдік. Құрметті қазақстандықтар, құрметті Павлодар қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінің ұжымы, оқытушыларымыз, балаларымыз, өзіміздің ата-аналарымыз, барлығымызға мына келген Наурыз мейрамы құтты болсын. Енді бұл Наурыз мейрамы көктемде келетін. Бұл енді Наурыз көжесіз біз елестете алмаймыз. Ең басты тағамы бұның Наурыз көже. Наурыз көжені біз әр отбасында, енді әр облыстарда әркім әртүрлі әзірлей береді. Оған ешқандай қатаң шарты жоқ. Енді негізгі шарты 7 тағам болу керек бұның қосындысы. 7-ден көп салуға да болады. Енді бұның ең басты тағамы соғымнан шыққан ет. Әдейі бұрын аналарымыз соғымнан қалған етті сүрлеп, Наурызға сақтап қоятын. Сол етіміз, бұл етті біз үйде асып әкелдім. Дайындап барлығын сорпасы толы сүзілген, бұны су құйып, етін салып, тұзын салып, барлығы пісірілді. Енді келесі бұның ең басты тағамы дәнді дақылдар. Мынау енді қыстан аман есен шықтық деп енді Наурызды көрдік. Мысалы, қазір сондай кез ғой, жуанның жіңішкенің үзілетін кезі дейді қазақта енді. Сол қыстан аман шыққанына солай риза болып, осы барлығына, осы сыбағаларынан ауыз тигізетін. Ал енді мына дәнді дақылдар, бұны барлығын қоса береді. Қандай үйде дәнді дақылдар бар. Бізде енді бұған бидай да қосады, арпа да қосады, күріш. Енді барлық қандай нелер бар, бұл құнарлы тамақ қой негізі. Қуат береді, күш береді адамға. Енді мен мұнда дайындадық біз арпа, перловка, рис, сосын жүгері. Енді келесі қосатын тағамымыз бұл сүт өнімдері. Енді ағымыз мол болсын деп ырымдап, мынандай айрандай үйіп, айран мұнда осындай берекелі, мерекелі болайық деп айран қосамыз, одан сүт ағымыз мол болсын деп. Сосын ең басты Наурыз көженің еттен кейінгі, мына сүреттен кейінгі қосындысы ең дәмін келтіретін мына құрт. Құрт бұл енді бізде қазақта қыста енді ет асқанда мысалы сорпаға құрт қосқан өте жақсы дәм береді. Биылғы мысалы індетте осы қыс бойы осы сорпамен құрт ішіп шықтық мысалы. Бұл да енді ең басты тағамымыз. Осылай міне, осымен басқа тағамдарды қосуға болады. Енді мейіз кейбір қосып жатады, кейде кеспес деп қосып жатады. Енді біздің осы анамыздан көрген дайындығымыз, көргеніміз, соны ары қарай өзіміз жалғастырып жатырмыз. Енді қазір оны мына сорпамыз дайын. Мысалы, түгел мына етімізді турап қоса беруге болады. Ал жалпы Наурыз мейрамын сіз отбасыңызбен қалай атап өтесіз? Осылай соғымнан шыққан тамағымызды дайындап, қалған таңертең түгел дайындап, балаларға ауыз тигізіп, мұны Наурыз көжені ішкенде мысалы бізде айтатын бұрын жыл бойы тоқ жүресің деп, түбіне дейін шық қой деп, білмеймін, аналарымыз бізді түйдейтін. Жыл бойы тоқ жүресің, мол жүресің, мынау енді барлығы витаминдер, құнарлы тамақтар ғой түгел. Осылай ұсақтап тураймыз мен. Қазір сосын қосамыз сорпамызға. Наурыз мейрамы кезінде осы Наурыз көжеден басқа тағы қандай тағамдарды әзірлейсіз? Бауырсақ, қаймақ, май, енді ет асамыз мысалы. Жент, қоспа, қазақтың тағамдары көп қой.
дайындай береміз солай. Үйде бар нәрсемен, оның енді барлығы өзі әркім үйінде бар нәрсемен қоя береді. Мысалы, Атырау облысында шыжғырылған құйрық май қосылады. Әртүрлі қоса береді. Ал сиыр сүті болмаса, түйе сүтінде түйенің сүтінен құрт істейді олар, қоса береді. Мыналарды енді қосайық. Бірінші етімізді қосып алайық. Еттен кейін нені қосамыз? Енді екінші андағы нелерді қосайық, дәнді дақылдарды. Ал осы дәнді дақылдарды қосудың мағынасы неде? Бұл енді құнар береді, енді әлгі бидай нені қосқанда мынау нан болса енді ән болады деп жатады ғой. Тоқтық тамақтар ғой бұлар. Тоқ жүресін, бұны ішкен адам мысалы күні бойы тоқ жүресін. Құнарлы, нәрлі тағамдар ғой бұлар. Құртты айранға езу керек пе? Айранға, или мына сүтке кішкене ентіп езіп жібер. Айранды кішкене жақсылап езіп. Кішкене тағылы сал құрттан. Дәмділеу болсын. Құрт өзі ерекше дәм береді ғой, құнарлы тамақ. Өте дәмді, құнарлы тамақ. Ал біз қазір осы жасап жатқан наурыз көже, сіз бала кезінде жасаған дәмін татқан наурыз көжеден ерекшелене ме? Ерекшелігі енді может сүреттің дәмі шығар ма енді. Қазір енді онша бұрынғыдай сүреттер бізде енді қалада қазір морозилькада, холодильникта тұратын еттер ғой. Бұрын бізде есіктің алдына ағаш іліп жайып қоятын еттер. Сүр шығаратын олай шешелеріміз. Қазір енді ондай сүр біз мынандай биік үйлерде тұрғанда істей алмаймыз ғой. Тоқшылық пен ұрыс құттың жоралғысы наурыз көжешілерде бата айтылу керек. Олай болса, ақ батаңызды берсеңіз. Қайырлы дастархан болсын, есесін Алла берсін. Мына әз ұлы наурызымыз құтты болсын. Уайым қайғы болмай, берекелі жыл болсын. Деніміз сау, басымыз аман, асымыз адал, басымыз аман болсын. Наурыз құтты болсын. Бүгін қонақ болып келіп, наурыз көжені дайындау тәсілімен бөліскеніңіз үшін үлкен рахмет. Және біздің сізге дайындаған кішігірім сыйлығымыз бар. Бұл біздің мектебіміздің өнерпаздары салған сурет. Рахмет. Рахмет. Өнерлерің өрге жүзе берсін. Бақытты болыңдар. Және де бұл тағы кішігірім сыйлық. Осы кеселерімен, әрі тәтті кәмпитпен наурыз мейрамында отбасыңызбен шай ішіп жақсы қарсы алыңыз. Рахмет. Наурыз құтты болсын, ұлыс оң болсын. Қымбатты көрермендер, назарларыңызға рахмет. Сіздер де наурыз мейрамында ұлттық тағамдардың басқа түрлерін дайындайтын боларсыздар. Видеоға түсіріп, бізбен бөліссеңіздер, үлкен ризалығымызды білдіреміз. Сау саламатта кездескенше.